жүзімен шарап. Бір христиан өз үйінде мұсылман кісіні қонақ етіп жатып, оның алдына жүзім қойыпты. Мұсылман оны жеп алды. Сонан соң үй иесі мұсылманға шарап әкеліп ұсынады. Мұсылман: бұл біз үшін харам етілген, дейді. Осы сәтте күткен христиан: сендер қызықсыңдар, жүзімді жеп аласыңдар да одан жасалған шарапты харам деп қоясыңдар. Бұларыңды қалай түсінуге болады, дейді. Сонда мұсылман еш саспастан: әйелің бар ма, деп сұрады. Әрине, оны осында шақыршы. Әйелі келген соң мұсылман: қызың бар ма, деді тағы да. Бар, оны да осында алдырт. Ол да келді. Сонда мұсылман: енді қара, Құдайың саған әйеліңді халал етті де, оның ішінен шыққан қызыңды харам еткен жоқ па? Бұған не дейсің? Деп үй иесін ұялтқан екен.